бір сөзбен айтқанда, елдің тарихына жаны ашитын ағайындар қатысып отыр. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа Қазақстан ұғымы ол әділетті Қазақстан екендігін жеткізді. Осыған орай біз тәуелсіздік ұрпақтары тарихи әділеттіктің тарихқа ертең емес бүгіннен жатқанын қалаймыз. Өткен апта бойы өмірде алғаш рет ономастикалық кеңістікті реттеу жолдары атты іс-шара аясында Қазақстанның қоғам қайраткері Досмұхамбет Көшім мырзамен және облыстық қазақ тілі қоғамының белсенді мүшелерінің қатысуымен барлық аудандарда 23 елді мекенде халықпен кездесу өткізілді. Оны әлеуметтік желіден байқап отырған шығарсыздар. Бұл кездесулер туралы өз сөздерінде Дос мырзамен Жақсыбай ағаларымыз өз баяндамаларында тоқталады. Алқа мәжілісінде келесі жұмыс регламентін ұсынамын. Сөз сөйлеушілер 5-7 минут, пікірталас үшін 3-5 минут. Атақты қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Сәтбаев туған жердің тағдыры толғанбаған, жаны тербеліп, ол туралы ойланбаған жігітті қайтып азамат дейміз. Туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат бөгде жердің алтын тасында мақтап жарытпас деді. Алғашқы құттықтау сөз облыс әкімінің орынбасары Ғани Сақтағанұлы Нұрметовке беріледі. Рахмет. Құрметті алқа отырысына қатысушылар, құрметті жерлестер, Аманбаев, танымал жазушылар Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Сафон Шаймерденов, Иван Шухов, халық әртісі Ермек Серкебаев, туған киелі Қызылжар өңіріне қош келдіңіздер. Баршаңызды бүгінгі Қызылжар өңірінің тарихы атты алқа жиынының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған міндеттердің бірі идеологиялық жағынан ескірген ономастикалық атауларды өзгерту, географиялық объектілерге ұлттық атау беру процесін жандандыру болып табылады. Шынымен енді ашып айтсақ, бұл ең өзекті облысымыздағы ең өзекті мәселенің бірі ономастика мәселесі. Бұл мәселеге біз 2 жыл бұрын менің ойымша жақсы көңіл бере бастадық. Бір өзгерттік. Ол 28 жылда оның алдында аталған көшелердің санын 100 көшеге көбейтті. Сонымен жалпы бұл жұмысты біз жалғастырып жатырмыз. Әрине, бұл жұмысты жүргізу оңай емес. Біздің өңірде көптеген объективті және субъективті фактілер бар. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Осы жердегі азаматтармен бәрімізбен бірге жүрміз. Бұл біздің ұлттық саясатымыз, ұлттық сана сезімімізді күшейту үшін жасалып жатқан дүние. Сол себепті мен осы біздің бүгінгі жиналысқа қатысып отырған әріптестеріме, әсіресе Дос Көшім ағамызға рахмет айтамын, алғысымды білдіремін. Неге десеңіз, осы бірінші аудандарға шығып, қоғамдық белсенділер осы саланың жанашырлары біздің аудандарға шығып халықпен кездесті. Жаңа ғана Жәке айтып жатыр, қанша ауылда барып, қанша ауылға барып келді. Өз баяндамаларында кәсіпкерлер айтып жатыр, қандай әңгімелерін естігенін. Жалпы ауылдардың атауын өзгерту, көшелерді өзгерту оңайға тиіп тұрған жоқ біздің облысымызда. Бірақ біздің басты мақсатымыз бұны өз логикалық бір түріне жеткізу. Қазір біздің облысымызда әлі идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелер атаулар қалып отыр. Оларды біз біртіндеп өзгертеміз, олар жоспар бар. Енді жақсы жақтарын айтсам, 2021 жылы 2 ауыл округ, ол Мамлют ауданындағы Ленин ауылдық округі және Ақжар ауданындағы Новоселов ауылдық округі өзгерді. Бейте ауылдық округіне және Үлкен Қарабай ауылдық округіне өзгерді. 3 ауыл, оның ішінде Мамлют ауданындағы Ленин ауылы, Ақжар ауданындағы Коммунизм ауылы, Киевский ауылы ауылдардың аттары өзгеріп, Үлкен Бейте ауылы, Баймырза ауылы және Кіші Қарабай ауылы өзгертілді.
Және өзіңіз білесіз, 400-ге жуық көшені біз облыс аудандарында өзгерттік. Енді қала бойынша айтсақ, қала бойынша үлкен мәселе туындап тұр. Қалада 40 көше бар, идеологиялық тұрғыдан ескірген және құлаққа жағымсыз естілетін атаулар бар. Сол 40 көшені ауыстыру біздің жоспарда осы жазда маусымда бізде бар. Әрине, заң бойынша бұл жұмыстар бәрі халықтың пікірін ескере отырып жүргізу міндетіміз бар. Заңымызда көрсетілген. Заңды асып өте алмаймыз. Сол себепті жергілікті халықпен кездесіп, осы атауларды өзгертуге біз тырысамыз. Бұл жерде аудан өкілдері отыр, айтып кетейін. Біз біраз көшенің атауын өзгерттік, енді осы көшелердің атауларын әділет органдарында тіркеу керек. Және вывескаларын дайындастыру керек. Алихан Бөкейханның номер 2-ші орта мектепке Смағұл Сәдуақасұлының, номер 9-ші орта мектепке Ахмет Байтұрсынұлының және ұлттық спорт түрлерінің облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне Қажымханның есімдері берілді. Оны жақсы білесіз. Осы жылы Жамбыл ауданының кітапханасына Сафуан Шаймерденовтің, Шалақан ауданының Қазақ орта мектебіне Кәкімбек Салықовтың, Қызылжар ауданының Олимпойский орта мектебіне Геннадий Зенченконың есімдерін беру туралы ұсыныстар біздің тарапымыздан республикалық ономастика комиссияға жіберілді. Сондай-ақ биыл облыс аудандарында 33 көшені қайта атау туралы ұсыныс қаралды. Қазіргі уақытта ономастика комиссияның қарауына келіп түскен жоғары медицина колледжіне Жұмағали Тілеуұлының есімін қайта атау туралы ұсыныстар бойынша қолданыстағы заңына сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы облыстық ономастика комиссияның өз басын басқарамын. Сол себепті бұл жұмыс өз жеке бақылауында. Мен әлемді айтқаным, орыс тілінде айтқаным, я говорил на русском языке о том, что работа ономастическая в области, она никогда не останавливалась, и она будет проводиться. Почему? Потому что цель государственной политики – это формирование собственной национальной истории, культивирование национального самосознания и пропаганда национальных исторических личностей и героев. К сожалению, в период царской России, большевистского, сталинского режима проводилась однобокая языковая политика, целью которой, к сожалению, было искоренение исконно исторических названий. Исторические названия вычеркивались, стирались, удалялись, забывались. Поэтому глава государства, провозгласив курс на новый Казахстан, он провозгласил курс на справедливый Казахстан. Поэтому исторической справедливостью будет, если доработаем мы вместе все доведем до логического завершения. Страна и наши граждане должны знать своих героев. Мы имеем право на собственную историю и на пропаганду, на культивирование своих героев. Имевшаяся политика, которая была в период, скажем так, колониального нашего прошлого, она была однобокой, никто никого не спрашивал, какие названия ставить, проводилась в угоду той идеологической линии. Поэтому сегодня, в независимом Казахстане, мы имеем полное право на национальную справедливость. Сегодня вот делегация, которая вот в эти неделю выезжала в район, посещала, проводила очень важную разъяснительную работу с населением, объясняла. У каждой местности здесь есть свое историческое название. На исторических картах есть исторические названия, просто они забыты. Поэтому роль сегодняшнего нашего совещания очень важна. Я очень буду рад услышать доклады наших спикеров, которые ногами побывали в наших районах и наших аулах. Они поделятся тем, что они увидели, о чем люди говорят и какие проблемы перед нами стоят. Осыған орай, құрметті қауым, еліміздің солтүстік өңірлерінде ономастика мәселесі әлі де болса өзекті екені мәлім. Жоғарыда аталған жұмысты жандандыру үшін Досмағамбет Қалмаханұлы ағамыз бастаған жұмыс тобы бір апта бойы аудандарды аралап, халықпен кездесіп қайтты. Жаңағы айттым.
келелі мәселенің үнемі басын қасында жүретін ағамызға алғыс білдіреміз. Бірігіп қолға алған жұмыс өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Барыңызға сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет. Рахмет. Келесі сөз қоғам қайраткері, саясаттанушы Досмұхамед Қалмаханұлы Көшімбеков. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Рахмет келгендеріңізге. Осы жерде осындай жұмыстармен үшінші рет, төртінші рет болып отырған шығар. Мынандай үлкен жергілікті облыс басшыларының және жанашырларының бәрін бірігіп отырып, бүгін мәселені талқылаумен бірінші болып отыр. Біріншіден айтайын дегенім, неліктен тіл мәселесі және ономастика мәселесі Қазақстанда әлі күнге дейін негізгі шешілмеген көкейкесті мәселе болып қалған. Бұның объективті себептері бар. Біріншіден. Сондықтан біздегі кірген батпандап кірген ауылымызды мысқалдап шығару қиын болып жатыр. Бұл объективті жағы. Соның ішінде сіздердің облыстарыңыз, әсіресе осы орыс тілді аймақ деп шартты түрде аталатын облыс бар. Осы жердегі әлі осындай мәселелердің бар екендігін мен түсінемін. Бұның объективті себептері бар. Сондықтан біз сіздерді тым сынай да қоймаймыз, тым реки да қоймаймыз. Орысша неге үндемей жатыр бар, олар да жұмыстар істейді. Сондықтан біздің артықшылығымыз біздің саналы істеуіміз, заңды істеуіміз, мәдениетті жұмыс жасауымыз. Менің ойымша біздер тек қана осы уақытпен жеңіп шығарып сияқтымыз. Біз ондай деңгейге келдік. Керек десеңіздер, 92 жылы мен кейбір жерлерде кездесулерде айтамын. Павлодар қаласындағы Ермак қаласын 20-17 метр ескерткішімен бірге ауыстырды. Ескерткішті алдық тастап, қалғандарын ауыстырды. Сонда 92 жылы жазда Қазақ қозғалысының делегациясы келді. Мүмкін ол уақыттарда біз әлі де болса дейміз. Саясат түсінбейміз, қоғамдық мәселені түсінбейміз, мәдениетті де төмендеу шығар, айқай-шырау шығармыз, бірақ соның өзінде өте тамаша дискуссия жасалып, сол пікірталастың арқасында Ақсу деген қала өмірге келген. Ал қазір оған қараған уақыттарда біраз тәжірибе жинақталды. Менің ойымша, мәдениетті түрде осы мәселені біршама шешуге болады. Маған менің қарым-қайшылығым отыратын барлық жерде тексіздер емес. Билік тарапындағы екі үлкен күш бар. Мен атқарушы билікке көп ренжи қоймаймын. Атқарушы биліктің міндеті жасалған қабылданған шешімді жүзеге асыру. Себебі үлкен айқайлардың көбісі осы ономастиканың көмектесінде жатыр. Сондықтан ассамблеяны осы мәселеге белсенді түрде араласып, мен осы түсіндіру жұмыстарында қолдап, дәлелді нәрсені қолдап жұмыс жасағанымыз. Екінші менің аяқ жағына жеткізуге тырысыңыздар, бәрін бірдей өзгертіп тастаймын деп ойламаңыздар. Керек десеңіздер, сол жерге қызмет сіңген басқұт өкілдерін алып, бере беріңіздер, оған еш уақыттарда қорықпаңыздар. Кейбір көшелерге сол сіздердің өмірлеріңізге қатысы бар адамдардың аттарының қалғаны дұрыс. Бұл бізде бәрін бірдей орысша қазақша ауыстыру емес естеріңізде болсын. Алматыда бізде 91 жылы Жоқаевичтің атын бердік, бұның жоқ бұл көшеде. Земговтың атын бердік, Пойшеловскийдің атын бердік. Көптеген аяқ жігіттер айлар өйіп кетесіңіз ма? Демократиялық елде азаматтар түк білмесе, онда ешнәрсе өзгеріске түспейді. Сондықтан менің ойымша, мына жерде облыстық әкімнің орынбасары отыр. Бұл мәселе менің ойымша кем дегенде 2-3 жылдай әрі қарап жүргізе беру керек. Көшелердің жаңағы елді мекендердің кез келіп тұрған аттарын өзгерте беру керек. Бірақ бірге жүрген уақытта ол бір жағынан қоғамның алдында жауап береміз сізге. Міне әуелі түсіндіріп шықтық. Үстен қойып қалған жоқпыз, белге салып сындырған жоқпыз дегенде, билікке де керек, қоғамға да керек, қауымға да керек. Сондықтан осы бүгінгі отырыстарында жемісті жұмыс тілеймін. Әр уақыттарда осы ұлттық өзгеріс дейміз бе, ұлттық рухани өзгеріс дейміз бе, бұның бәрі біздің мемлекетіміздің негізгі саясаты, жаңа айтып кетті оны әкімнің орынбасары. Осы саясатты жүзеге асыруға араласқандарыңызға және алдыдағы сатыларыңызға мен алғыс айтамын. Мен кей уақытта әзілдеп айтамын. Кейін адам өлген уақытта өмірден келеді екен. Сөйтеді екен де сұрайды екен. Әртүрлі сұрақ. Сол сұрақтың біреуі былай екен. Осындай өзгеріс болып жатқанда сен өзіңнің отаныңа, өзіңнің мемлекетіңе қандай қызмет жасадың деп сұрайды екен.
уақытта сіздер айтасыздар, мен бір көшенің атын өзгертіп деп қыл көпірден өтуге деген су. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет доса, жаңа шынында айтып жатсыздар, жергілікті мәслихаттың ассамблеяның қолдауы керек деп. Бұл тізімге мен аудан әкімінің осы жылы қазақтың қоғамы филиалының төрағасы жанат мұхамеджановтың бастамасымен 5 адам 4 ауданның 8 ауданның қазір елде еске жинады. Оның өзінің мақсаты сол совет үкіметі орнатылған, ол үкімет қалай кеткен, қайда кеткенін бәріміз білеміз. Сондықтан оның атын өзгерту керек. Мынау Чапаев селосының тұрғындары соны азап түсіне бастапты. Қазір енді тұрғында емес, шамамен тұрып қалған екен. Бірақ сол Чапаевтың жанында Ленинск деген ауыл бар, Бұрышқа. Ол жердегі халық дегенде сол ескі түсінікті. Бірінші рет көп нәрсені бірінші рет естіген болды. Дос көшірмеміз араласқан саясаттың жақсысын түсіндіріп айтып берді. Әрине, түсінуге тырысатын адамдар бар сияқты, бірақ бәрі де сол ескі қалған әдетпен сол Ленинскіден айырылмаймыз біз, Ленинскийде ұғамыз деген бір сөзді айта берейін, соған жабысқандар. Ескерткішінде қорғаймыз, ескерткішінде өзіміз жүріп отырмыз деген сияқты сөздер айтып жатыр. Әрине, бұл ауылда енді барған ауылдардың бәрін айтып шығу қазір мектептің қандай қатысы бар? Соны біздің қазақтардың арасында сондай түсінбеушіліктер бар екен. Сонымен бірге партияның екінші хатшысы болған, парткомның екінші хатшысы болған айтыңыз деп сенімдіктерді айтып жатыр. Жігіттердің бар, бірақ анандай сондай кездердің болғанда көріністіктер бар есен. Сол сияқты Драгомирка деген ауылда оның аты қазақшада Жаркөл екен, Жаркөл. Оның да тұрғындары сондай сол қарсылықта бір-бірі қоста сонда патшаның нелері алыс, бұл жерде шектеу салдырған деп өздері бір ертегі ойлап ол бекер сөйлейді. Патшаның нелері алып жатпайды. Және айтады, Шоқан Уәлиханов болса ондайды біз естіп жүрміз. Сонда бір адам сенбейтін бір ертегілерді жүргенін тауып сол атауға жабылды. Тұрғындардың арасында 12 ақыл болмаса, қазір азайында ақылдары басқа өкілдері бәрі. Енді міне қарап тұрсаңыздар, Көкшетаудан Петропавлға келетін Сарыжолдың түсіндігі барлық ауылдар Көкшетауда. Тек қана Ағалағаспен жаңағы Қазақстан. Бүкіл атаулар біздің тілде, орыс тілде. Сөйтіп айтып кетті болады. Әрине сондықтан да біз міндетті түрде өзіміздің ескі атауларды, ескі топонимдерді қолданып атаулардың бәрін өзгертуіміз керек. Бұл өзгеріске енді мақсат Жанаттың тапсырмасы мына Қызылжардың тарихы туралы айтып берсеңіз деген еді. Соны мен сіздерге қысқаша айтып берейін, мына жазғанымды соны тыңдасаңыздар. Біздің Петропавл қаласы патша әскерінің 1752 жылы салына бастаған Петропавл атты қорғанынан өсіп шықты деген кеселерінде күні мақсатымен салынғаны белгілі. Жергілікті тарихшы Чемпион, олар колониялық басып алушылықтардың қорғалық ретінде салынып, начавшиеся расхищение қазақ орманы қыстан малға жұқпаны болып болған. Бірінші ауылдар қатарластыра қыстаулар салғандықтан Қызылжардың етегі ең қыстау деп аталған. Ең қыстау. Патша шенеуніктері қорған салып жатқанда Абылай хан да өзінде осы жерден ағаштан қысқа тұратын үй салғызғанын білеміз. Оның құрылысы 1765 жылы басталған. Кейін Абылайдың өзі 1779 жылы патшаға хат жазып, осы жерде сауда орталығын аштырған. Сол ескі страница где-то Бессарабского края деген жинақта осы хатта мынандай үзінді келтірілген. Прошу белгілі. Осыған орай Абылайдың Қытай Боздаханына жазған хатында мынандай сөздер бар.
Россия халқымен салты болып, шартнама қағаз жазып елші жүріп, ортада саудахана салып қойып, Қызылжар атты қала біз салдырып дейді. Артынан сауда орталығы тұрған жерлерге қалып баспаналар тұрғыза бастаған. Алыстан келетіндер үшін керуен сарайлар салынған. Қазақ даласы ғана емес, бұл жерге Хиуа, Бұхарадан керуендер, Татарстан мен Башқұртстаннан, Ресейдің орталық қалаларынан тауар тиеген жүкті арбалар көшірілген. Солардың біразы жаңа жайық қонысқа баспана тұрғызып қалып қойған. Петропавл қорғанындағы әскерлер босаған кәрі солдаттар мен мүгедектер де осындай үй салып, тұрғындар санын арттыра түсті. Сөйтіп қала өсіп шықты. Оны қазақ даласы ежелден Қызылжар деп атады. Тек патшалықтың іс қағаздарында ғана ол деген Святого Петра деп жазылды. Ал Абылайдың ақ үйінде саудахана да бәріне қазақ Петропавл қаласының аумағында. Мұндағы алғашқы тұрғындар арасында мұсылман халқының өкілдері көп болса, көп болған. 1785 жылы Орынбор экспедициясын бастап қазақ даласын 6 жыл зерттеген академик Фарид Қызылжар туралы. Осында тұратын аз ғана казактар мен мүгедектерден басқа халықтың бәрі азиаттар. Үй саны 172, адам саны 914 деп дерек қалдырған. Тіпті 19 ғасырдың 29 жылдардан мұндағы орыстардың үлесі төмен болған. Сол жылдардағы қала басшысы Чернесинов қала тарихы туралы мынандай дерек қалдырған. Вскоре крепость Святого Петра сделалась главным пунктом мировой торговли с Хивой, Бухарой, Ташкентом и мало-помалу на луговой части берега Ишима село смешанное население из переселившихся бухарцев, ташкентцев и наехавших из внутренних губерний татар, преимущественно из города Казани, Касимова, и среди которых русские составляли только военный отряд. Уже звонили. Сонымен бірге су бетінде шала қазақ деген жерде осында пайда болған. Қазақ бізде көп уақыт қаланың қазаққа қатысы жоқ деп сонда шала қазаққа ғана қатысы бар дейді. Қазақ болмаса шала қазақ қайда болады? Сол қазақтар біздің жаңағы келген Хиуадан, Бұхарадан келгендердің татарлардың қыздарын алып, қыздардың қыздарын беріп, содан шала қазақ деген сол жерге тұрып, олардың салғызған дүниелері әлі күнге осы қаланың көп сәнін келтіріп тұр. Мысалы жаңағы Мұратов делінген шала қазақ салғызған әлі күнге бар. Міне осы дәйектердің бәрі Қызылжардың Петропавл қорғанынан емес, бізге қамалдың сол ғой. Бізді бағындыру үшін, колониялық езгіге түсу үшін сол қиып салынған. Бұл жер бос жатқан, иесі беген болған, соған патша әскерлері қорған салған, қала содан өскен. Сондықтан оның қорған атымен аталған дұрыс дейтін бір жақты ұстанушылар да көктем жорықтарын қоя емес. Рас, кеңес өкіметі жылдарында қала тұрғындарының арасында келімсектердің үлесі қатты көбейіп кетті. Бірақ Қызылжар Ресейден орталық Азия сібірге баратын тоғыз жолдың торабында орналасқандықтан, оның сырттан келген халқы кеңес жылдарында түрлі өкілдердің әсерімен күрт артты. Алдымен құрылысы 21 жылы басталған Петропавл-Көкшетау, Петропавл деген қысқаша. Темір жолды тартуға орталық Ресейден қаптаған жұмысшылар әкелінді. Мағжан осы жолды салу орыстардың саясатының өріс алу екенін бірден таныған. Сондықтан үшінші жол жөнінде ол экономикалық прогресті ақтамайды. Қаптап келген келімсектердің кесірінен басқаны жол жайын, басқаны ел жайын көбірек қайғырады. Әрине, ақын темір жолдың экономикалық пайдасы боларын білді, бірақ соның сылтауымен келімсектердің есепсіз бөлініп қорытты. Кесіреті болмай аяғы басынан бірнеше зауыт фабрика жұмысшыларымен бірге эвакуациямен келді. Одан әрі көтеру жылдарында да келімсектер қаптады. Ақыры жергілікті халықтың үлесі шаһарда 8-9%-ға дейін түсіп, қалада көшті әлеуметтік тұрғындар дәрежесіне жетті. Мұндайда Петропавлды Қызылжар деп атауға ешкім мән бермейтін болды. Осы құжатты сол кісі тапты бірінші. Сол кісі сонда Ақмола губерниялық атқару комитеті осындай құжат дайындаған. Оны қазақ орталық атқару комитеті постановление Акмолинского горисполкома от 18 арнайы қаулысымен бекіткен. Осыдан кейін сол кездегі барлық ресми орындар қаланы Қызылжар деп атай бастаған. Қазақ орыс тілдеріндегі газеттерде Қызылжар деп жазатын болған. Бірақ бұлар тағы мәселесін бекітпеген. Бір шенеуніктің өз тарапынан астақтың жібере салған жазбасы сияқты деп күдіктендіргенбіз. Өйткені дінге қарсы болып жатқан ресми үкімет діни елдердің атына жабысып қалмас еді ғой. Оның үстіне сол жылдары басқа қалалардың атаулары, мысалы Царицын, Сталинград, Царский село, жаппай тағы басқалар, жаппай өзгертіп жатқан большевиктер Петропавлды да қалдырмас еді.
жағы орысша атауы дінге байланыстылығы да қазір аяққа оралып болып тұр. Қазақстан діни көзқараста толерантты, өзгелердің сеніміне құрметпен қарайтын саясат ұстанғанын ұстанатын болғандықтан да Айса пайғамбардың апостолдары Петр мен Павлдың есімдері белгілі атауды өзгерту қиынға түсіп тұр. Алайда Петр мен Павел сияқты христиан дін басыларына көтеретін әулие адамдардың есімдерін бұлшылығы көп, әртүрлі пенделер тұрғысынан қалаға берудің өзі қиянат емес пе? Біз осы қантымызды орысшада жазып жариялағанбыз, осы мақаламыз. Оған ешқандай дін иелері осыдан жауап берген жоқ. Шынында қала дегенде ол діннің әлгі апостолдарының әулиелердің атымен көрінбеді ғой. Өйткені қала деген өзі неше түрлі адамдар тұрады онда. Олардың есімдері тек таза жерлерге, дін орындарына берілген ғой. Дін иелерімен қаланы атау дұрыс болса алдымен Айса мен Мұхаммед пайғамбар сияқтыларға бірінші кезекте берілу белгілі ғой дегендегі сұрақ туады. Осы сауалдарды біз Петропавл православие шіркеуінің басшысы Сергей Ахиге қойып едік. Мен журналистердің сұрағына жауап беру құқығы жоқ. Сұрағыңызды епископ Владимирге қойыңыз деп жауап беруді атынан ала баштады. Ал жаңа апостол церковінің басшысы епископ Сергей Ханаев бізге қала атауының қандай болғаны бәрібір, саяси мәселеге араласпаймыз. Өзгертемін десе өзгертілсін деген жауап берді. Көшеде кездескен 4-5 адамдардан сұрағанымызда Денис Есентжашының өзіне бәрібір екенін айтты. Ал Светлана Григорьевна деген жасамысай ондай шығынның керегі қанша, онсыз да тауардың бағасы күннің қымбаттауда деген сыңайдағы әңгімелерін басып өтті. Ал сұраққа жауап берген қазақ азаматтарының бәрін тек өзгерту керек деген жауап берген еді. Әрине, бұзып жарып Петропавл атауын күшті өзгертуге болмайды. Олай болса, біздің орыс тұрғындарымыздың басым көпшілігі шамдарын өздерінің осы қалада көмек етіп өз күнін қаланың өсуіне еңбесі келгенін айтып, енді бізді шет қақпайды деп ренжитін сөзсіз. Тіпті азды болып этностық кикілжіңге туы мүмкін. Ондай болып қазір 220 мың тұрғыны бар қаланың жартысынан көп орыс тұрғындар. Алайда олар қазір 60%-дан азайды. Ал керісінше қазақтардың саны 30%-ға жетіп қалды. Көп үлесі бар тұрғындар арасында татарлар 3%, украиндар немесе 2% үлес көреді әрқайсысы. Осыдан 30 жыл бұрынғы санақта қазақтардың қала тұрғындары Представляется доценту университета имени Манаша Казбаева Анатолий Андреевич Пешков. Спасибо, Рахмет. Вообще-то профессор, но пойдем. Наша история нашего края, мы говорим 30 лет независимости, мы говорим 550 лет образования Казахстана. На самом деле наша история уходит далеко в веков. И, в общем-то, мы отсчитываем историю, по крайней мере, северного региона Казахстана со времени Верхнего Палеолита. И этим занимается наша североказахстанская археологическая экспедиция на протяжении уже 55 лет. В этом году у нас вот такой юбилей. У меня хорошо или это плохо, у меня это 54-й полевой сезон. Басарская, батайская культура. Басарская – это мезолит, неолит, каменный век. Батайская, наверное, все уже на слуху. Это энеолит, это первые коневоды на планете. Затем Петровская культура и Сардаринская культура. В общем-то, ученые практически всего мира знают эти названия культур, которые выдвинуты были нашей североказахстанской экспедиции. Кроме того, надо сказать, что по материалам наших раскопок защищены 7 докторских диссертаций, 12 кандидатских диссертаций. И, в общем-то, наши, будем говорить, воспитанники, не обязательно бывшие студенты нашего университета, но воспитанники нашей экспедиции
доктора, кандидаты наук в Челябинске, в Тюмени, в Новосибирске, в Астане, в Алмате, ну и, соответственно, в Петропавловске. То есть проведена огромнейшая работа. Всего на территории Северо-Казахстанской области нынешней находится около 600 археологических памятников. В том числе введены в список сакральных мест такие памятники, как Батай, Байкара, Акырин. И последние наши работы уже по Средневековью, по позднему Средневековью введены могила Сулейбек-Батыра. И мы знаем, что если все эти древние времена и культуры нашей экспедиции более-менее неплохо изучены, Средневековье не изучалось в силу определенных политических моментов. Напомню, в 1944 году был издан указ о запрещении изучения Средневековья в степной части Казахстана, в связи с несколькими политическими моментами. Так вот, если говорить сегодня, наверное, уже, хотя этот указ не отменен, но сейчас мы имеем возможность изучения Средневековья и раннего Средневековья, и позднего Средневековья. Я считаю, что этим сейчас надо заниматься, потому что в учебниках мы знаем про Средневековье. Единственное, это надо сказать, что в публикациях, наверное, по нашей экспедиции, я пытался посчитать, это уже в тысячах статей и различных научных публикаций. Надо сказать, у меня уже более 400 работ. Если говорить о других ученых, кто занимается нашей территорией, и это выходцы из нашей экспедиции, будет около 1000. Так вот, школьные археологические кружки и в экспедиции у нас постоянно были учить школьники, которые своими руками находили древние артефакты. И вы знаете, сегодня этим людям уже по много лет, и они до сих пор вспоминают с трепетом те времена, когда они были в экспедиции. Вот это патриотическое воспитание. Человек, который действуется. И если мы говорим о Риме, Греции, колесницы римские, греческие знаменитые, от нас отсюда пришла лошадь на территорию всей планеты. И мы знаем, 4000 лет назад у нас здесь уже была колесница. Я думаю, этими моментами наш Казахстан, мы все можем гордиться. И наш Казахстан многонациональная страна. И, наверное, не надо замыкаться на каких-то узких исторических событиях. И, в общем-то, я считаю, что тут у людей формируется какой-то истинный патриотизм нашей Родины. Спасибо за внимание. Я пытался вложиться в Рахмет, Анатолий Андреевич. Келесі сөз Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің директоры Сәуле Зейноллақызына айланады. Құрметті Ғайса Калямович, құрметті халыққа жиналысына жиналған русском языке. Буду говорить, наверное, сейчас о той проблеме, которую мы хотим сегодня с вами обсудить, сделать какие-то выводы. Инвестиционные действия жыл тарихы архивімізде облыстық архивте құнды құжаттар жинақталған. Сол құнды құжаттар Қазақ хандығы мен Ресей империясының мемлекетімен
қарым-қатынасты айтатын Абылай хан тұсындағы Абылайдың алтын ғасыры осы біздің солтүстік өңірде Қызылжар өңірінде болғанын, екі мемлекеттің арасындағы сауда қарым-қатынастардың дамуы, мемлекеттің арасындағы саяси мәселелерді талқылау осы Абылайдың есімімен аталған. Сондықтан да Абылайға байланысты құжаттардың негізі бізде сақталып, осы кезеңдегі тарихымыз 18 ғасырдағы тарихымызды осы Абылайдың хандығын аламыз. Антон Андреевич действительно прав, мы имеем многовековую историю Северного региона, и когда говорим о батайской культуре, о недавно найденном памятнике Кызылова, это Тюркский мир, это история Золотой Орды. И, конечно же, имея такую богатую историю, я бы хотела остановиться на тех документах, которые мы сегодня можем, сказать, документально показать историю нашего края. Құрметті осы жиынға қатысушылар, мен сіздерге міне 270 жылдық бекіністің биыл 270 жылға толуын айтып отырмыз. Мынау алдарыңыздағы карта 1875 жылғы Петропавл қаласының картасы. Сонымен бірге 1857 жылы осы кезде салынған мешіттердің бірегейі деп айтамыз. Тарихы өте мол 4-ші мешіттің документтері, Ресей архивтерінде табылған документтерді алдарыңызда тұр. Біз білеміз, 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы устав енгізілген болатын. Сол бойынша қазақ хандығы жойылып, Ресей мемлекеті өзінің отарлау саясатын жүзеге асыруды бастады. Мына карта 1891 жылғы карта. Бізді түгелімен қазақ елді мекендерінің орнына, көлдердің орнына, өзендердің атаулары, үстірттердің атаулары қазақ тілінде үздемейді сақталған. Сондықтан түрлі ой-пікірлер бағаланған пунктов, которые были переименованы в тот период, начиная с 1893 по 1911 в рамках программы так называемой Столыпинской аграрной реформы. Мен солардың ішінде айта кететін болсақ, мысалы Азғарқы деген елді мекенді Новороссийское селосы қылып 1893 жылы атауын өзгертті мекен. Сол сияқты Ақсуат елді мекенін Златоуст селосы қылып 1908 жылы ауыстырған. Сол сияқты Александровское селосы Ключ деген атауымен атын өзгерткен. Ал Әдемі Үшшоқ елді мекені Ананевское селосы қылып 1907 жылы атын өзгерткен. Жамбыл ауданындағы Тарапор елді мекені 1893 жылы Архангельское селосы болып атын өзгерткен. Кеткен тағы да бір кезең ол Қызылжар атауының өзгеруін сіздер документ ретінде көріп отырсыз. Алғашқыда біз өзіміздің архивте табылды. Одан кейін Ресей архивтеріне сұрау салып, бар ма екен, әлде бұл советтермен тоже репрессиялар. Міне біздің Әдемі облысының елді мекендері бүгін қандай әсем ағаштары мен ормандары мен көлдері мен Әдемі еліміздің тарихы осындай. Енді өзінің сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздігіміз бәрінен сындырмай алып келе жатқан билікке бірлігіміз дейді. Осылай болғай ма дейді. Рахмет, Сәулези Маматовна, өте бір тарихи, яғни келелі мәселені қозғап отырсыздар. Бұны бастап отқан облыс басшылары және де елімізге құрылған жаңа халықаралық қазақ тілі қоғамы, соның филиалы солтүстік қазақстан облысына филиалы басталды. Өте сондай маңызды, қазір біздің мынау жаңа Қазақстан, жаңа республика дейміз, екінші республика дейміз. Міне осындай жаңа кезеңге, аяқ басқан кезеңде осындай келелі мәселені қозғап отырғандарына рахмет айтамын. Қатысушы ретінде. Мен өзім қарапайым мынау жаңағы өте жақсы сөйлеп өтті. Анатолий Андреевичпен бірге кезінде оқыған қарапайым тарихшының. Сол кезеңде 5 жыл яғни Анатолий Андреевичпен 5 жыл оқысақ та Қазақстан тарихын, қазақ тарих факультетін оқысақ та
Қазақстан тарихын оқыған жоқпыз. Ең соңғы 5-ші курста 2 айлық спецкурс дейді, сыдықты Қазақстан тарихын оқыдық. Содан басқа біз Қазақстан тарихының кең көлемдегі өзіміздің түпкі сонау түрік заманынан келе жатқан тарихымыздан көп нәрсесін біле өстік. Бетінде ғана ақыры міне өзіміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана өз тарихымызды біле бастадық. Бірақ та мынау соңғы жылдары әсіресе міне жаңа Қазақстанның тарихын жазу керек. Бұрынғы көптеген басқа елдердің біздердің елімізге сонау ұлы далаға келіп жүрген саяхатшылардың айтқан жазған тарихын өте електен өткізіп, өте соны тәптіштеп, тексере отырып, жаңа тарихты жазуымыз керек. Мәдени мұраға байланысты біздің көптеген елдерден барып біз тарихи материалды жинап жатырмыз, бірақ ол әлі жеткіліксіз. Сондықтан да мен айтамыз, жаңа айтып жатырмыз, Анатолий Андреевич көп мынау археологиялық мәселе бойынша тарихты қозғап жатса, менің айтарым мынау Ібір-Сібір жері тарихы. Қызылжардың өртіне байланысты. Мұндан 5-8 ғасыр бұрын 1220 жылы мынау қазіргі Түмен қаласының түбінде Керей хандығының Тұғырыл ханның немересі Тайбұғы құрған Тайбұғы ұлысы деген. Яғни ұлыс дегеніміз біздің өзімізше ерте түрік сөзі бойынша мемлекет деген сияқты келеді. Міне сол мемлекет туралы біз көп жылдар бойы білмей өттік. Міне жаңа ғана біліп жатырмыз. Әрине біздің шекарамыз бекітілді, халықаралық байланыстармен оны біз ешқашан өзгерте алмаймыз. Бірақ та Қызылжар өңірінің тарихы мынау Ібір-Сібір Тайбұғы ұлысының құрылуымен байланысты. Осыны біз ескергеніміз жөн. Біздің мысалы ата-бабаларымыздың зираты, ата-бабамыздың қорымдары әлі мынау Шилябі жерінде. Әрине біз қазір қалыптасқан шекараға немесе халықаралық қатынастарға біз әсер ете алмаймыз. Бірақ өзіміздің тарихымызды жазуымыз дат дейміз қысқаша. Оны Әбсәлем Сейдімбековтың кезінде қысқаша айтады. Дат деген даланың ауызша тарихы. Ал жалпы біздің жаңа жазғанымыз дұрыс болатын сияқты. Әрине оның арасында оны толықтан зерттеу керек жерлер. Сондықтан мен мысалы өзім туған жері мынау ауыл кітапханаларына тапсырдым. Сонымен менің айтарым, әрине біз сол кезеңде ономастикалық жұмыс өте кейінге айтпаса өте дұрыс. Осы ономастикалық мәселемен байланысты авторлардың есімін кішкене ұмытамыз. Сондықтан осы Қызылжар өңірінде әрине біздің Баян батыр дейміз, тағы басқа да батырлардың есімдерін біз ескеріп түсіріп отырмыз. Бірақ та біздің осы өңірде осы жерімізді қорғап, сонау Ақтабан бұрынғы заманында Тұрсынбай батыр, Әбсары батыр деген батырлар бар. Тікелей байланысты. Мен шетел жырауында осында таңғаламын. Оны біздің атақты Қожаберген жырау батырымыз айтып кеткен бұл батырлар жөнінде. Осыны бізде кейбір шежіре тарихшылар ескерсе дейміз. Неге біздің осы солтүстік өңірде, осы жерде сондай осы жерімізді қорғау жөнінде өзінің ерлігін жасаған батырлардың бір есімі мысалы Тұрсынбай батыр. Абылай ханның жанында жүрген әрқашанда. Оның қол жинап осындай әлемде ең қиын кезеңдерде жеріміздің, ұлтымыздың тәуелсіздігін қорғады. Сондықтан да міне қазір кезеңде біздің ұлттық рухымыз көтерілу керек. Ұлттық сана сезіміміз, ұлттық тәрбиемізді көтеру кезеңде балаларды отаншыл тәрбие беруге мәселесіне байланысты батырларды айтқанымыз да жөн. Соңғы кезеңде мен жай өзім қазір сыртта жүремін. Енді мына Астана қаласында 20 жылда болып тұрып қалдым. Елден алыстап кеттім. Бірақ та әрқашанда құлағымда тұрып отырамын. Сондықтан біз кейбір уақыттарда әрине біз мемлекет болса да соны естеріңізге салу керек. Және осында айтып кетті міне дос көшкі өте дұрыс айтты. Мынау Ермак туралы. Әрине Ермак бұл бұрынғы кеңес кезіндегі біздің миымызға құрған, миымызға сілеген ұлттық батыр сияқты.
келтіріп үлгердік. Ал бізден кейінгі заман ұйқы болып астан кестен болып кетті. Ал енді бауырларым, айналайын ағайындарым, жердегі аудан, облыс атқамінерлері отыр екен. Айтайын деген нәрсем, бұл енді тоқтамау керек. Шамамыз келгенше жұмыс істеуіміз керек. Мысалы, мен сол өзі осы Аққайың ауданында, бұрынғы Совет ауданында Мағжан Жұмабаев деген атамыздың көшесін алып беру үшін 3 жылға жақын жұмыс істедім. Әртүрлі себептерменен бергісі келмеді. Дәл 100 жылда болып жатқан, сол кезде мен қазақтың қоғамында істеп жүрмін. Алдында аудандық газетте істеген жұмыс. Соны 3 жыл тақтайшасына ауыстырдым. Ал енді Райберсен шайтан өткен бұл нәрсе ұзаққа созылатын нәрсе. Бұған енді шамамыз келгенше атсалысу керек. Біз енді шамалап жазатын қасиетіміз де бар. Мына 40 жылдан артық жазып келе жатырмыз, айтып келе жатырмыз, біраз істерді тындырдық. Оны Құдайға тәуба етуіміз керек. Енді мына жерде сіздердің аса көп уақыттарыңызды алғым келмейді. Мен өзім мұншын адамын. Бірақ сандыда бір айтпасқа тағы болмайды, айтпасам атасы өтпейді. Сөздің мынау Абай Тасболат деген бауырымыз ініміз есімде келесінде деген кітап шығарыпты 12 жылы оқыдық. Міне биыл біздің ауданнан, біздің аудан жалпы Қазақстанның тарихында аты қалған 3 адамның мерейтойы болып отыр. Оның біріншісі атақты Әмірғожа батыр. Осы облыстан 2 адам Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінде жатқан 2 батыр. Құдайменен осы жатамыз қарай жатыр. Мен ана жылдар осы кісіні тарихын зерттеп біраз еңбектер жазған, облыстық республикалық газеттерге комиссиялар кеткендерді рухани жаңғыру несіменен, үлкен Назарбаевтың несіменен бұйрығымен келген комиссиялардан ол біраз әңгімелер жазғанбыздар. Мен сол кісінің 350 жылда қалды. Ол кісі туралы жерде 1 сағат айтуға болады, бірақ уақыт өтірмейді. Оны бір-ақ сөз айтқым келеді. Мынау керемет үлкен менің құрдасым Тарас Омарбек деген тарихшы болды. Академик болды артынан. Дегі жандарына киіп жататын болса мен айтқан жоқпын. Қазақта ақыл берен түймін деп қам жеген адамға 2 нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет жарлық қолында бар кісі керек. Екіншісі, ол адам есепсіз бай боларға керек. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіні жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен атандық енді не қылдық, не болдық дейді. Жерінде жазып кеткен, бұл айтылғанын көрсетіп, шешендік танытып, бір ортада өзімді көрсете қалайын деген ойдан алғанмын, дұрыс түсініңіздер. Бірақ осы нәрселердің бәрі жинап алдырған саламды қолымыздан неге. Осы мәселелердің бәрі жоғары жақта қалғанының сол ең қазақтың зоры, сол үлкен билікте отырған азаматтарға сол жерге иман бар жүрегінде санасы бар, сергек, ой өрісі биік азаматтар тұрса, сол тыңдалса, сол істелсе бәрі орындалады. Әлгі бек зор үкімет керек деп айтып отырғанымыз сол ауданның орынбасарын жина, әкімдерін жина, прокурорын жина, ол болмайды. Біз халық орыстар айтады, барын придет рассудить. Көрдіңіздер, бек үкімет керек. Біз мойындау керекпіз. Кеудемізді соға бермейді. Жоғарыдан нұсқау түссе, о жақты орындаушы жағынан біз керек жақтарын сендер кешегі Ленинград, Санкт-Петербург ауданында ғой. Өткен келеңсіз кеңес үкіметімен құтылып жатсыңдар ғой деп түсіндіріп, жарайды адасын отырмын, Петропавл отырмын, мына жолда тұрған Чапаевың бар, мынау тұрған Ленинскийдің бар. Сол кеңестік үкіметтен қалған қалдықтарды жойып алайыншы бірінші. Анау
қол созбай өтіп бара жатыр. Шынымен де кезінде бір Ерлан Тоқшылдың адамы білесің, әкім қызметінде сол түрде Санкт-Петербургтың ТНТ каналы осы жерден өтіп бара жатыр. Қорғанның шекарадан қарсы алып, омға қарай өткізіп бара жатыр. Сонда оларда елдің азаматтары ТНТ-ның маңайында солар етеді. Сендер өз атауларын жоқ па деп. Петербург, Становой, анау кенттер берді. Сол сондықтан өзіміз бірінші мәселені ашылайық. Ал енді айтып отырмын ғой, көп нелер алдыда ташкент сыртты әрқайсысын соның бір өкілі Алмас тұрады, үшін жерде отыр, арамызда отыр. Алмас Кембірбай деген қазақтың ақыны, сол әлгі ешкім өзінің надан деп айтпайды, ойламайды, бірақ әлде бір-екі минут қана қауқарласып қалдым, мына Жанат бауырыммен сонда шығып, мына өзің қара көздерінде біреуге бармайды. Даже біреу шешіп берсін. Тек мен емес, сосын жатып әлеуметтік желіге шығуға, үкімет билікті сынауға, ол жағынан тамаша надандықтың шегі осы деп ойлаймын негізі. Сондықтан айтып отырмын, осыға үлкен нәрсені сол жақта көтерсеңіздер, осы мына ғани бауырымыз отыр, соларға үкім түсетін болса, жергілікті жерде идеология кеңес үкіметінің келеңсіз тұстары өте көп болатын болса да, жас жағынан әділет қарау керек. Олар идеологияны жақсы деп. Мы не могли попасть в свой город. В конце 18 века моя семья пришла на территорию Среднего Жуза, современной Северо-Казахстанской области, где мой прапрадед основал небольшое поселение, которое называется сейчас Мавлюта, тогда Мавлюта. Я больше чем уверен, что у него были контакты с местными племенами, на тот момент живущими здесь, потому что, в любом случае, кто-то из вас, если куда-то приедет, попытается построить свой городок, местные все равно придут и зададут вопрос, кто ты такой, что ты здесь делаешь. Поэтому больше чем уверен, что без согласия, и с помощью, с поддержкой казахских племен, населяющих Средний Жуз, появился вот этот небольшой, на тот момент татарский городок, в конце 19 века там уже жили, как правильно сказали, бухарцы и казахи. То есть у нас есть больше 140 семей, которые населяли на тот момент Мавлютку, и там в процентном соотношении там были представители всего тюркского населения, то есть казахи, татары, узбеки, многие. По поводу переименования, Анатолий Андреевич здесь находится, это мой преподаватель, под его руководством я закончил историко-филологический факультет в 1998-1994 году с красным дипломом. Это Анатолий Андреевич один из лучших наших педагогов. Вместе с ним мы познавали древний мир Казахстана, выезжали на раскопки, копали Байконур. Но, как Анатолий Андреевич правильно сказал, что почему-то на эстафете мы не изучали историю средневекового Казахстана. Про 44 год правильно было сказано, что эта тема была вообще под таким крестом, она была абсолютно закрыта, потому что это европейская территория, да, евразийская территория, евразийская. То есть вы сейчас зайдете в любой поисковик, вы берете карту там, Тюркского Каганата, Золотой Орды, вы увидите, откуда простирались земли нашего народа. То есть основа Золотой Орды это все-таки казахские племена, татарские племена, тюрки, это потомки тюрков. По поводу переименования я абсолютно поддерживаю Татарстан. Приезжаем мы, татары из Казахстана, по-казахски говорим так себе, по-татарски говорим тоже так себе, совершенно владеем русским языком. Они с нами разговаривают на совершенно, я не знаю, из истока древнем татарском языке, они его сохранили. Они с нами разговаривали на литовском языке, они его в совершенстве знают. Они в совершенстве разговаривали с нами на русском языке, в совершенстве разговаривали на одном из европейских языков. Английский они все знают, плюс немецкий, либо испанский. Ребята приехали с 5-6 языками. То есть 5-6 раз они конкурентоспособны у нас. И вот я считаю, что вот эти 30 лет, вот я сторонник того, что нужно было попасть в 91 году. Но раз этого не произошло, как бы, мы можем подводить итоги, критиковать, наверное, уже нет смысла. Но, наверное, сейчас настало время, чтобы вот это национальное самосознание, национальная идентичность, она все-таки взяла верху над разумом, над критиканством, над этими диванными экспертами, которые многие этих вещей не понимают, и для них они не являются сакральными. То есть, в моем понимании, как должно происходить? До того момента, пока ты не полюбишь казахскую культуру, до того момента, пока ты не полюбишь
любишь казахский язык. Будешь ли его изучать долго, медленно, это другой вопрос. До того момента, пока ты не полюбишь казахский фольклор, ты казах, ты будешь выступать вообще против всего этого. Вот в моем понимании. Пока те противники, которые против, пока они не сделают вот этого шага, полюбить ту землю, на которой они живут, а это все-таки в первую очередь это казахская земля. Вы здесь жили 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000 лет тому назад. Казахи — это автохтонное население. Вы не пришли сюда откуда, как это сделали мы. Волей там политических вещей. Кто-то приехал осваивать целину, кто-то приехал там, по разным причинам. Кого-то в 1944 году сюда прислали там, за неделю посадили в вагон и прислали. Да, это ингушский народ, чеченский народ, это поволжские немцы. Да, я не говорю, что мы здесь гости. Это тоже наша земля. Мы ее тоже считаем своей родной. Но в первую очередь мы казахские татары. Здесь казахские русские, казахские прибалтийцы, казахские украинцы, казахские немцы. То есть мы в первую очередь основа, мы казахские. Поэтому вся воля и чаяние казахского народа о формировании национального государства, мы не казахи, мы должны это поддерживать. Мы должны это поддерживать. А если мы не поддержим, ну тогда мы предатель казахской земли. Вот в моем понимании это так. То есть многие говорят, уже кавказские народы говорят, что казахи делились последним куском хлеба, да? Помните, да, я автор телепроекта «Welcome to Казахстан» на телеканале Казах ТВ. Мы путешествуем по всему Казахстану и рассказываем всему народу Казахстана, и там, где идет вещание Казах ТВ, о сакральной истории, о туристическом Казахстане. И мы были в лагере Алжир, который в 25 километрах от столицы нашей родины. И там очень много историй, когда перебрасывались вроде бы камушки, а на самом деле это оказывался курд, замученные кусочки хлеба. Как-то вот даже людям в заключении, местные казахи, которые жили там, они помогали. Я уж молчу про эти сотни лет, когда народы переселялись, их встречали и делились последними. У меня бабушки мои рассказывали, как в Мамлюке, когда чеченцев переселяли, они отдавали им свои дома, сами рыли, и казахские, и татарские бабушки, они рыли возле лесопосадок себе землянки. Также касательно русифицированных названий, мы никак не идем против какой-либо этноса нашей страны. Наоборот, мы должны поддерживать эту культуру, помогать им развиваться, но мы должны объединяться насчет одной вещи. Это государственный и казахская идентичность. Поэтому без этих казахских наименований нам будет очень сложно это делать. Есть список 535 лиц, в честь которых можно называть без проблем. Я думаю, этот список тоже можно расширить. У нас великих деятелей гораздо больше. Модернизация, если так можно сказать, на русский язык. То есть у нас можно просто их переводить, например, школа это тоже. Школа, не знаю, уже пережила. Это все, это нормально. Мы можем это себе позволить. Вышел следующий слайд. Вот это полный список по предложениям первой категории слева и вторая категория справа, 47 и 68 соответственно. Можно на следующий слайд перевести. Некоторые список достойных личностей республики, области. Конечно, некоторые личности мы можем не согласиться. Тушева. Мы понимаем то, что это чисто советские названия, и у нас есть гораздо более великие личности. Тот же Алихан Бакейхан, тот же Смаул Садухас, которые достойны иметь свою улицу в нашем месте. Места, некоторые районы нашего города называются в честь тех или иных важных мест, например, завод Кирова. Это район вокруг того завода. И мы должны понимать вот эту очень важную вещь, потому что если мы переименуем все подряд, мы оставим вот эти популярные названия на тематику местными исполнителями с вами, и мы поймем действительно, какие популярные районы,
Такие исследования проводились в Москве, в других городах России, в Нур-Султане, Алматы, и вообще во многих цивилизованных городах Европы и Америки. Следующий слайд. Касательно табличек, мы знаем, что у нас единый стиль по всей республике, утвержденный Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Это синенькие таблички с QR-кодами. Но есть несколько вопросов. Это качество исполнения, это и сам дизайн, который имеет непонятные три слова, сейчас улица, стрит, я не знаю, как они написаны. И мы можем предлагать, я думаю, свои варианты для своей области, для своего города, для своего района и так далее. Вот, это, я не говорю, что это что-то идеально, это наш вариант, который мы предлагали. Вот, и мы должны избегать, опять-таки, длинные названия. Вот, внизу тематику местными исполнительными органами, с вами. И мы поймем действительно, какие вертикальные районы. Такие исследования проводились в Москве, в других городах России, в Нур-Султане, Алматы, и вообще во многих цивилизованных городах Европы и Америки. Следующий слайд. Касательно табличек, мы знаем, что у нас единый стиль по всей республике, утвержденный Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Это синенькие таблички с QR-кодами. Но есть несколько вопросов. Это качество исполнения, это и сам дизайн, который имеет непонятные три слова, сейчас улица, стрит, я не знаю, как они написаны. И мы можем предлагать, я думаю, свои варианты для своей области, для своего города, для своего района и так далее. Вот, это, я не говорю, что это что-то идеально, это наш вариант, который мы предлагали. Вот, и мы должны избегать, опять-таки, длинные названия. Вот, внизу облыстың атының бұл ономастика мәселелерін өзіміздің ұлттың ішінде ғана осы дискуссия жүргізген сияқтымыз. Әрине, ол себебі біз өзіміздің осы жанымыз ашығандықтан, ішіміз күйгендіктен олай істеп жатырмыз. Ал айтайын деген ұсынысым, егер де біз осы мәселені өзіміз сияқты зиялы айтамыз ғой, орта ағайындарының зиялымен бірге отырып осылай талқыласақ, соның жарты мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Біз мына топ барып, елдерге барды, бүкіл елді жинады, бірақ бір зал кісінің ішінде сөйлеп, бірдеңелерді ақылға келу қиын жағдай, оны өздеріңіз білесіздер. Ал егер мысалы осы қаланың ішінде бір 10 шақты бауырларымыздың зиялы адамдарын жинап, өзіміздің жақта бір 10 шақты адам отырып, кездесіп, қайта кездесіп талқыласа, бір шешім табылатынын мен сенімдімін. Сондықтан осындай ұсыныс. Ол бір жақты болмай, әлгі кішіңдеп отырмай, кәдімгідей өзі болар біздің жолдастарымыз, кешігіміз, бүгін жолдастарымыз, достарымыз, әріптестеріміз. Сондықтан неменен біз оны бөліп отырып, тез қарап, осы мәселені ылғи талқылаймыз. Мынау ұсынысыңызға рахмет. Ертең біз мынау алдымызға 25 кездесу ұйымдастыруға мақсат қойғанбыз. Ертең сағат 10-да қалалық әкімдікте, қалалық мәслихат депутаттарымен және қоғамдық ұжыммен осы ономастикалық кеңістікті реттеу бойынша кездесу өтіп, соған сіздерді белсенді қатысуға шақырамын. Сөз айтқан деуші болсаңыз. Қайырлы кеш, құрметті Қырғызстанның тарихына алқа мәжілісіне қатысушылар. Бүгін біраз көптеген мәселелер көтерілді деп ойлаймын. Мен өзім таныстыра кетсем, Темиртау ауданында қазақ мектеп-интернатында тарих мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Облыстың атының
ұлттың ішінде ғана осы дискуссия жүргізген сияқтымыз. Әрине, ол себебі біз өзіміздің осы жанымыз ашығандықтан, ішіміз күйгендіктен солай істеп жатырмыз. Ал айтайын деген ұсынысым, егер де біз осы мәселені өзіміз сияқты зиялы айтамыз ғой, орта ағайындарының зиялымен бірге отырып осылай талқыласақ, оның жарты мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Біз мына топ барып, елдерге барды, бүкіл елді жинады, бірақ бір зал кісінің ішінде сөйлеп, бірдеңелерді ақылға келу қиын жағдай, оны өздеріңіз де білесіздер. Ал егер мысалы осы қаланың ішінде бір 10 шақты бауырларымыздың зиялы адамдарын жинап, өзіміздің жақтан бір 10 шақты адам отырып, кездесіп, қайта кездесіп талқыласа, бір шешім табылатынын мен сенімдімін. Сондықтан осындай ұсыныс. Ол бір жақты болмай, әлгі кіжіңдеп отырмай, кәдімгідей өз болар біздің жолдастарымыз, кешегіміз, бүгінде жолдастарымыз, достарымыз, әріптестеріміз. Сондықтан неменесін біз оны бөлек отырып, тез қарап, осы мәселені ылғи талқылаймыз. Соңында рахмет. Ертең біз мынау алдымызға 25 кездесу ұйымдастыруға мақсат қойғанбыз. Ертең сағат 10-да қалалық әкімдікте, қалалық мәслихат депутаттарымен және қоғамдық ұжыммен осы ономастикалық кеңістікті реттеу бойынша кездесу өтіп, соған сіздерді белсенді қатысуға шақырамын. Сөз айтқан деуші болсаңыз. Қайырлы кеш, құрметті Қызылжардың тарихына алқа мәжілісіне қатысушылар. Бүгін біраз көптеген мәселелер көтерілді деп ойлаймын. Мен өзім таныстыра кетсем, Темирязев ауданында қазақ мектеп-интернатында тарих пәні мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Еңкіштердің қатарына енген Сары мен Сүйердің батырлардың мемориалдық кешені 2014 жылы ашылған. Ұрпақтарының тұрғызуымен бүкіл Өзбекстаннан, Қырғызстаннан делегаттар келіп қатысып үлкен сондай ашылу салтанаты болды. Және де біздің ауданның тағы бір мақтанатын және сүйінші сұрайтын осы 2019 жылы осы Қазақстанға әйгілі 8 серінің жатқан жері, яғни зираты табылып, соған қазір зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл хабарды бізде сүйінші хабарды өлкетанушы осы солтүстік Қазақстанның Ахметжан Қуантаев ағамыз жеткізген болатын. Сол кісінің зерттеуімен осы жерде солтүстік Қазақстанның бүкіл Қазақстанға әйгілі 8 серінің зираты табылғаны. Және де осы біздің ауданда соған ұлттық қор ашылып, соған ат салысына осы алқалық қауымды шақырғым келеді. Және де бізде осы еңкіштердің қатарына енген Сары мен Сүйердің батырлардың мемориалдық кешені 2014 жылы ашылған. Ұрпақтарының тұрғызуымен бүкіл Өзбекстаннан, Қырғызстаннан делегаттар келіп қатысып үлкен сондай ашылу салтанаты болды. Және де біздің ауданның тағы бір мақтанатын және сүйінші сұрайтын осы 2019 жылы осы Қазақстанға әйгілі 8 серінің жатқан жері, яғни зираты табылып, соған қазір зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл хабарды бізде сүйінші хабарды өлкетанушы осы солтүстік Қазақстанның Ахметжан Қуантаев ағамыз жеткізген болатын. Сол кісінің зерттеуімен осы жерде солтүстік Қазақстанның бүкіл Қазақстанға әйгілі 8 серінің зираты табылғаны. Және де осы біздің ауданда соған ұлттық қор ашылып, соған ат салысына осы алқалық қауымды шақырғым келеді. Және де бізде осы біздің жақын ауылында
байқара деген, яғни бұрын конфессия кезіндегі сол ескерткіштер табылып, сол жердегі осы Петропавл уезінде 4 аудан болатын болса, сол 4 ауданның бірі осы Жарқын ауылында байқара деген жерде бекітілген екен. Зиратты табылып, осындай біздің ауданымыздың біраз тарихы бар. Ал енді бүгінгі кешке келетін болсақ, бүгін біраз көп мәселелер көтерді. Жаңа сырттан келіп қонақтар келіп отыр. Бүгінгі кештің нәтижесі бір жақсы үміттеміз, жақсы бір хабар жетеді деген ойлаймыз. Рахмет көп. Рахмет, Ният мырза. Енді әрине көп сөз айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі кездесуімізді Алихан Бөкейханның Ассалаумағалейкум, Қызылжардың достарға қош келдіңіз. Осы біздің Жарқын ауылында байқара деген, яғни бұрын конфессия кезіндегі сол ескерткіштер табылып, сол жердегі осы Петропавл уезінде 4 аудан болатын болса, сол 4 ауданның бірі осы Жарқын ауылында байқара деген жерде бекітілген екен. Зиратты табылып, осындай біздің ауданымыздың біраз тарихы бар. Ал енді бүгінгі кешке келетін болсақ, бүгін біраз көп мәселелер көтерді. Жаңа сырттан келіп қонақтар келіп отыр. Бүгінгі кештің нәтижесі бір жақсы үміттеміз, жақсы бір хабар жетеді деген ойлаймыз. Рахмет көп. Рахмет, Ният мырза. Енді әрине көп сөз айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі кездесуімізді Алихан Бөкейханның Ассалаумағалейкум, Қызылжардың достарға қош келдіңіз. Мынау бұрын Көкшетау облысына қараған, қазір сіздердің ауылдарыңыз болып саналатын Көкшетаудан Қостанайға бара жатқан жолда ескі қазақтардың атымен аталатын ауылдар бар. Красиловка, Лавровка, Антоновка деген секілді. Мен сол жақтың жігіттерін танимын. Егер мынау ономастикаға жауапты мәдениет басқармасы, қазақ тілі қоғамы құжат жағынан қолдаса, сол жақтың 5-6 ауылының атын ауыстыруға мен жұмыс жасаймын. Ол үшін WhatsApp арқылы жігіттермен ауылдың жастарымен кездесіп сөйлесу керек. Олардың бәрі қолдайды, бұл мәселе алла жазса шешіледі деп ойлаймын. Хабардар болайық. Мен бірауыз сөз айтсам, 1 минут көп ұзамайын радиоверім. Құрметті қауым, бүгінгі мінеке алқалы жиналыста мәжілісте отырмыз. Өте өзекті, өте маңызды мәселе. Әрине туған жеріміздің, еліміздің, елді мекендердің атаулары тәуелсіздік алған өзгеріп келе жатыр. Бұл біздің облысымызда өзгерістерге аяқ бастап, оның бәрін біліп отырмыз. Смағұл Садуақасының Алихан Бөкейханның Ахмет Байтұрсынов атындағы мектептеріміз бар. Ол да біздің әрине облыс басшысы Ғани Сақтағановичтың қолдауымен өзіміздің мынау елді ономастика комиссиясының үлкен жұмысымен атқарып жатқан барды керек, жоқты керек. Бірақ бұл әрине бір жолғы жұмыс емес, ономастика мәселесі жүйелі түрде, жоспарлы түрде жүзеге асырылатын. Бұл ретте мен ойлаймын, жастарды да тарту керекпіз деймін. Біз енді университетте жұмыс істейміз, студенттерімізді танып, осы мәселеге байланысты зерттеу жұмыстарымызды жүргізгенбіз, соған байланысты лекциямен құрамымызға шыққан, бірақ бұл аз. Бұл енді қарын ашып қанатымен су сепкендей ғана ғой. Сонда бір үлкен жұмыс болу үшін ұлттық санамызды жаңғыртуға, ұлттық тарихи әдебиетті орнатуда, жастардың санасына қандай да бір сәуле құю үшін оқушыларды да тарту керек, студенттерді де тарту керек. Себебі олардың ойында, санасында ертеңгі күні осындай ұғым қалыптасады. Иә, менің ұлтым, менің жерім, оның атаулары аталу керек. Біздің еліміз сол біздің ұлттық тұлғаларымыздың аттарымен аталу керек деген өздерінің санасына қалыптасады. Сондықтан тіпті керемет үлкен өзгеріс жаңалық әкелмесе де оқушылардың арасында, студенттердің арасында сондай бір шығармашылық байқаулар ұйымдастырып отыру керек. Менің елімнің орман тоғайының атаулары, менің елімнің өзен көлдерінің атаулары неге олай аталды, неге бұлай аталды деген сияқты. Елді мекендеріміздің атаулары деген сияқты.
түрлі осындай бір мұғалімдерімізде отырған ортамызда түрлі осындай ономастикалық тақырыпта көптеген мынандай шығармашылық жұмыстар, байқаулар ұйымдастырып отырады. Сонда олардың саналарына қалыптасып, ертеңгі осы біздің сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңызды алып кететіндей келесіде бізде ұрпақ дайын болады. Сонда осы жерде жастарымызды ұмытпайық деген ұсыныс айтқым келеді. Құрметті ағайын, егер рұқсат болса, бір ауыз сөз айтуға рұқсат етіңіздер. Мынау бұрын Көкшетау облысына қараған қазір сіздердің ауылдарыңыз болып саналатын мынау Көкшетаудан Қостанайға бара жатқан жолда ескі казактармен атымен аталатын ауылдар бар. Мынау Красиловка, Лавровка, Антоновка деген секілді. Мен сол жақтың жігіттерін танимын. Егер мынау ономастикаға жауапты мәдениет басқармасы, қазақ тілі қоғамы құжат жағынан қолдаса, сол жақтың 5-6 ауылының атын ауыстыруға мен жұмыс жасаймын. Ол үшін WhatsApp арқылы жігіттермен ауылдың жастарымен кездесіп сөйлесу керек. Олардың бәрі қолдайды, бұл мәселе алғашқы шешіледі деп ойлаймын. Хабардар болайық. Мен бір ауыз сөз айтсам, 1 минут көп ұзамай радиоверім. Құрметті қауым, бүгінгі мінекі алқалы жиналыста мәжіліс құрып отырмыз. Өте өзекті, өте маңызды мәселе. Әрине туған жеріміздің, еліміздің, елді мекендердің атаулары тәуелсіздік алған өзгеріп келе жатыр. Ол біздің облысымызда өткен өзгерістерге аяқ бастап, оның бәрін біліп отырмыз. Смағұл Садуақасының, Әлихан Бөкейханның, Ахмет Байтұрсынов атындағы мектептеріміз бар. Ол да біздің әрине облыс басшысы Раиса апайымыздың қолдауымен өзіміздің мынау енді ономастика комиссиясының үлкен жұмысымен атқарып жатқан жұмыстар барды көрейік, жоқты көрейік. Бірақ бұл әрине бір жолғы жұмыс емес, ономастика мәселесі жүйелі түрде, жоспарлы түрде жүзеге асырылатын. Бұл ретте мен ойлаймын, жастарды да тарту керекпіз деймін. Біз енді университетте жұмыс істейміз, студенттерімізді тартып осы мәселеге байланысты зерттеу жұмыстарымызды жүргізгенбіз, соған байланысты оқу-әдістемелік құрамымыздан шыққан, бірақ бұл аз. Бұл енді қарны ашып қанатымен су сепкендей ғана ғой. Сонда бір үлкен жұмыс болу үшін ұлттық санамызды жаңғыртуға, ұлттық тарихи әдебиетті орнатуда, жастардың санасына қандай да бір сәуле құю үшін оқушыларды да тарту керек, студенттерді де тарту керек. Себебі олардың ойында, санасында ертеңгі күні осындай ұғым қалыптасады. Иә, менің ұлтым, менің жерім, оның атаулары аталу керек. Біздің еліміз сол біздің ұлттық тұлғаларымыздың аттарымен аталу керек деген өзінің санасына қалыптасады. Сондықтан тіпті керемет үлкен өзгеріс жаңалық әкелмесе де оқушылардың арасында, студенттердің арасында сондай бір шығармашылық байқаулар ұйымдастырып отыру керек. Менің елімнің орман тоғайының атаулары, менің елімнің өзен көлдерінің атаулары неге олай аталды, неге бұлай аталды деген сияқты. Елді мекендеріміздің атаулары деген сияқты. Түрлі осындай бір мұғалімдерімізде отырған ортамызда түрлі осындай ономастикалық тақырыпта көптеген мынандай шығармашылық жұмыстар, байқаулар ұйымдастырып отырады. Сонда олардың саналарына қалыптасып, ертеңгі осы біздің сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңызды алып кететіндей келесіде бізде ұрпақ дайын болады. Сонда осы жерде жастарымызды ұмытпайық деген ұсыныс айтқым келеді. Құрметті ағайын, егер рұқсат болса, бір ауыз сөз айтуға рұқсат етіңіздер. Өзіме жақын, өзім баяғыдан айналысып, бұған дейін бірнеше жыл мен ауыл округте әкім болғанда, ресми ауыл округінде бірнеше көшенің аттарын бәрін қазақшалап, тарихи келтіргенмін. Мынау осы Көшім ағамыз бастаған осы жұмыс тобының осы жұмыстармен келіп, біздің ауданымызда да бірнеше кездесу өткіздік. Сонда бір айтатын мәселе, мынау жергілікті халықтың бәрімен келісіп барып ауыстыру керек деген сөз осы мынау неден заңдан алып тастаса дұрыс болар еді. Өйткені мына біздің солтүстік өңірде орыс халық көп болып отыр, басқа өзге ұлттар көп болып тұрғанда дауысқа салатын болсақ, қазақтар қашанда болса ұтылып қаламыз. Сондықтан бұны заңнан алсақ тарихи атауы бар. Өзіме жақын, өзім баяғыдан айналысып, бұған дейін бірнеше жыл мен ауыл округте әкім болғанда, ресми ауыл округінде бірнеше көшенің аттарын бәрін қазақшалап, тарихи келтіргенмін. Мынау осы Көшім ағамыз бастаған осы жұмыс тобының
осы жұмыстармен келіп, біздің ауданымызда да бұл бірнеше рет кездесу өткіздік. Сонда бір айтатын мәселе, мынау жергілікті халықтың бәрімен келісіп барып ауыстыру керек деген сөзді осы мынау кандидат заңдан алып тастаса дұрыс болар еді. Өйткені мына біздің солтүстік өңірде орыс халық көп болып отыр, басқа өзге ұлттар көп болып тұрғанда дауысқа салатын болсақ, қазақтар қашан да болса ұтылып қаламыз. Сондықтан бұны заңнамада тарихи атауы бар. Бос жатқан дала болды деді. Біз келіп орнаттық, орын істедік, бәрінде солай тарихи атауы өздері біз испандар жүрген, испандар русский территория деп айтуға жақын. Олай емес. Ол қазақтың жері. Ол біз ешкімнің жеріне көз алартып отырған жоқпыз. Бірақ өз жерімізде өзіміз атауларды бәрін өзгертіп, тарихи атаулар бар, тарихи тұлғаларымыз бар, жетерлік. Қай ауданда болсын. Кез келген ауданда алса өзінің тарихы молынан бар. Осы қазақтың не көп, батыр көп. Өйткені батыр көп болатыны қазақтар өзінің осы шұғылар майыр жерді қорғау үшін қашанда ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен қорғаған. Сондықтан осы жерде де біз қорғаншақтық таныта білмеу керек. Біз өзі бір соры қайнаған, сорлы ел болуға айналдық. Мына өз тілінде сөйлемейтін, әлемде екі мемлекет болса біреуіміз, жалғыз болса нағыз өзіміз болып соған айналып барамыз. Кез келген жиналысты басында сәлеметсіздермен қазақша айтып, ортасын орысша аяғын тағы да бір шамалы ғана қоштасарда қазақша айтып сондай қалыптанып барады. Мүмкін мен өзі айтып тұрған сөздеріме ертең мүмкін сазайына тартатын шығар, бірақ мен қазір тоқтай алмаймын, айту керек. Сондықтан шынында елді бос жатқан дала болды деді. Біз келіп орнаттық, орын істедік, бәрінде солай тарихи атауы өздері біз испандар жүрген, испандар русский территория деп айтуға жақын. Олай емес. Ол қазақтың жері. Ол біз ешкімнің жеріне көз алартып отырған жоқпыз. Бірақ өз жерімізде өзіміз атауларды бәрін өзгертіп, тарихи атаулар бар, тарихи тұлғаларымыз бар, жетерлік. Қай ауданда болсын. Кез келген ауданда алса өзінің тарихы молынан бар. Осы қазақтың не көп, батыр көп. Өйткені батыр көп болатыны қазақтар өзінің осы шұғылар майыр жерді қорғау үшін қашанда ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен қорғаған. Сондықтан осы жерде де біз қорғаншақтық таныта білмеу керек. Біз өзі бір соры қайнаған, сорлы ел болуға айналдық. Мына өз тілінде сөйлемейтін, әлемде екі мемлекет болса біреуіміз, жалғыз болса нағыз өзіміз болып соған айналып барамыз. Кез келген жиналысты басында сәлеметсіздермен қазақша айтып, ортасын орысша аяғын тағы да бір шамалы ғана қоштасарда қазақша айтып сондай қалыптанып барады. Мүмкін мен өзі айтып тұрған сөздеріме ертең мүмкін сазайына тартатын шығар, бірақ мен қазір тоқтай алмаймын, айту керек. Сондықтан шынында онда себеп белгілі шығар, не жергілікті референдумды біз енгізбегенімізге. Сондықтан бұл жердегі салмақ облыстық ономастикалық комиссияға түседі. Себебі жаңағы азаматтар қысылып тұрған, қарсылып тұрғанда дәлел айтулары керек. Оларда жақсы аргумент, дерек болу керек. Жаңағы Будённый деген жерде болдық. Мектептің директоры маған түсіндірді Будённыйды қайда шықты. Сол жердегі бір басы жиналысқа бардым, Москваға Будённыймен кездесіп барды. Сөйтіп ауылға шақырды. Ол Будённый кім екен ауылға? Мына қараңызшы, енді сүйенетін тарихи дерегі сол ауылдың бір адамы Москвада Будённыйға кездесіп, соны шақырды. Бітті, сол үшін Будённыйға ат берді. Оны кіммен қабылдайды? Осы дәлел ма? Будённыйдің атын берілуі. Сондықтан бұл ономастикалық комиссиядағы мамандар осылай келген нәрсеге кешіріңіз деді, мынау дәлелдерді біз қабылдамаймыз. Бірақ әрине, олардың пікірі мүмкін солар 90% алып қаламыз дейтін шығар. Чапаеваны басқан, бірақ ешқандай дәлелдері жоқ. Басқа облыстарда да дәл осындай жағдайлар болды. Мысалы, Дмитриев деген Болгарияның коммунист партиясының басшысы Батыс Қазақстанда сол жердегі бұл болгарлар бар, бірақ қазір болгардың біреуі жоқ, көшіп кеткен. Солар ауыстырмаймыз деп қырсықты. Ауыстырды, бірақ жерге айтты, ешқандай қатысы жоқ. Георгий Дмитриевтің Болгарияның коммунист партиясының басшысы. Жаңа ауылға ең болмаса келіп, оларға соқпады. Оның да себебі белгілі шығар, не жергілікті референдумды біз енгізбегенімізге. Сондықтан бұл жердегі салмақ облыстық ономастикалық комиссияға түседі. Себебі жаңағы азаматтар қысылып тұрған, қарсылып тұрғанда дәлел айтулары керек. Оларда
жақсы аргумент, дерек болу керек. Жаңа Буденный деген жерде болдық, мектептің директоры маған түсіндірді Буденныйды қайда шыққанын. Сол жердегі бір басы жиналысқа бардым, Москваға Буденныймен кездесіп барды. Сөйтіп ауылға шақырды. Ол Буденный кім екен ауылға? Мына қараңызшы, енді сүйенетін тарихи дерегі сол ауылдың бір адамы Москвада Буденныйға кездесіп, соны шақырды. Бітті, сол үшін Буденныйға ат берді. Оны кіммен қабылдайды? Осы дәлел ма? Буденныйдің атын берілуі. Сондықтан бұл ономастикалық комиссиядағы мамандар осылай келген нәрсеге айтады, кешіріңіз деді, мынау деректерді біз қабылдамаймыз. Бірақ әрине, олардың пікірі мүмкін солар 90% алып қаламыз дейтін шығар. Чапаеваны басқан, бірақ ешқандай дерек жоқ. Басқа облыстарда да дәл осындай жағдайлар болды. Мысалы, Дмитриев деген Болгарияның коммунист партиясының басшысы Батыс Қазақстанда, сол жердегі бұл болгарлар бар, бірақ қазір болгардың біреуі де жоқ, көшіп кеткен. Солар ауыстырмаймыз деп қырсықты, ауыстырды, бірақ жерге айтты, ешқандай қатысы жоқ. Георгий Дмитриевтің Болгарияның коммунист партиясының басшысы. Жаңа ауылға ең болмаса келіп, оларға соқпады, оларды көзқарасын қарай, бірақ олар шешуші, олар ақпарат деген сөз емес. Бұл республикалық ономастика комиссия, облыстық ономастика комиссияның өзі дәлелдеп, өздерін жеткізетіндіктер тек қана топастасы қазір жүзеге асырады. Біз заңның құқықтық мемлекетіміз. Дәлелдеңіздер, мүмкіндік беріп жатырмыз сіздерге деген мәселе ғой. Рахмет. Оларды көзқарасын қарай, бірақ олар шешуші, олар ақпарат деген сөз емес. Бұл республикалық ономастика комиссия, облыстық ономастика комиссияның өзі дәлелдеп, өздерін жеткізетіндіктер тек қана топастасы қазір жүзеге асырады. Біз заңның құқықтық мемлекетіміз. Дәлелдеңіздер, мүмкіндік беріп жатырмыз сіздерге деген мәселе ғой. Рахмет. Вот большинство из нас, мы помним, в советское время были улица Ленина, была улица Сталина, были улицы в каждом городе, в каждом селе, что называется. Сегодня вот нам предоставлены имена, будем говорить, республиканского значения. Но мы сегодня знаем еще имена наших земляков. Я считаю, их имена вполне достойны в названиях сел, в названиях улиц. Но в названиях улиц все-таки существует, но села. Ведь вот последнее время, я уже говорил, мы занимаемся батырами, не только Суемир Батыр, другие батыры известны уже нам. И если мне говорят, вот сейчас в каждом селе будет свой батыр, да, будет, они были, действительно были. И почему эти села нельзя назвать по имени этих батыров? Это имена, которые... Антон Ильич, давайте направиться на тему области, я сейчас пару вещей скажу, и на этом завершим наше совещание. Первое. Список, который вы говорите, он может выполняться. 555 фамилий – это не в камень написано. То есть мы каждый год отправляем фамилии туда, в республику, в администрацию президента. Я там работал. Вот большинство из нас, мы помним, в советское время были улица Ленина, была улица Сталина, были улицы в каждом городе, в каждом селе, что называется. Сегодня вот нам предоставлены имена, будем говорить, республиканского значения. Но мы сегодня знаем еще имена наших земляков. Я считаю, их имена вполне достойны в названиях сел, в названиях улиц. Но в названиях улиц все-таки существует, но села. Ведь вот последнее время, я уже говорил, мы занимаемся батырами, не только Суемир Батыр, другие батыры известны уже нам. И если мне говорят, вот сейчас в каждом селе будет свой батыр, да, будет, они были, действительно были. И почему эти села нельзя назвать по имени этих батыров?
Это имена, которые... Антон Ильич, давайте на правах Санакима области я сейчас пару вещей скажу, и на этом завершим наше совещание. Первое. Список, который вы говорите, он может выполняться. 555 фамилий – это не в камень написано. То есть мы каждый год отправляем фамилии туда, в республику, в администрацию президента. Я там работал. Осымен аяқтайық жалпы. Әрине, бұл мәселе бойынша көп айтуға болады, отыра беруге болады. Ішімізде жиналған нәрсе көп, не көп. Бірақ енді уақыт шектеулі болғаннан кейін, қазір обедтің уақыты, осымен жиналысымызды аяқтап, ең бірінші осы біздің қонақтарға, әсіресе дос көші мырзаға алғысымды сіздердің атынан білдіруге рұқсат етіңіз. Осы насихаттау жұмысты шынымен де жүргізу қажет, онсыз болмайды. Бәрібір орыс болсын, татар болсын, тағы басқа халықтарға осы жұмыстың қажеттілігін түсіндіре беру керек. Онсыз болмайды, ол біздің Қазақстанның азаматтары, олардың да дауысы бар, олардың ой пікірлері бар. Әрине, оларды үйрету керек, түсіндіру керек. Көбірек ақпарат, дәлелдер көрсету керек. Біз үшін өзі айтып кеттіңіз, дұрыс айтасыз. Әнеуін Астрахан бойынша да әңгіме болды. Әкімдіктің алдына келіп, тіпті митинг жасағысы келді. Білесіз, бұның бәрі бізде болып тұратын дүние. Сол себепті саяси тұрақтылық ескере отырып, ұлтаралық келісімді сол осы факторды ескере отырып, осымен аяқтайық жалпы. Әрине, бұл мәселе бойынша көп айтуға болады, отыра беруге болады. Ішімізде жиналған нәрсе көп, не көп. Бірақ енді уақыт шектеулі болғаннан кейін, қазір обедтің уақыты, осымен жиналысымызды аяқтап, ең бірінші осы біздің қонақтарға, әсіресе дос көші мырзаға алғысымды сіздердің атынан білдіруге рұқсат етіңіз. Осы насихаттау жұмысты шынымен де жүргізу қажет, онсыз болмайды. Бәрібір орыс болсын, татар болсын, тағы басқа халықтарға осы жұмыстың қажеттілігін түсіндіре беру керек. Онсыз болмайды, ол біздің Қазақстанның азаматтары, олардың да дауысы бар, олардың ой пікірлері бар. Әрине, оларды үйрету керек, түсіндіру керек. Көбірек ақпарат, дәлелдер көрсету керек. Біз үшін өзі айтып кеттіңіз, дұрыс айтасыз. Әнеуін Астрахан бойынша да әңгіме болды. Әкімдіктің алдына келіп, тіпті митинг жасағысы келді. Білесіз, бұның бәрі бізде болып тұратын дүние. Сол себепті саяси тұрақтылық ескере отырып, ұлтаралық келісімді сол осы факторды ескере отырып, жолында. Рахмет. Рахмет.